Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. 1200 шақырымды артқа тастап, Алматыдан Астанаға келдік. Мұнда келуімізге негізгі себеп 23 жасында жедел жәрдем қызметінде қайтыс болған Ұлдана Мырзуанның қылмыстық ісі. Құрметті көрермен, сіздерге Кениядан алынған жоғары сұрыпты, табиғи, хош иісті Медина шайын таныстырғым келеді. Ардақты ағайын, бүгінгі шығарылымды Медина шайын ішіп бірге көрейік. Медина шайының серіктесі болғыңыз келсе, төменде көрсетілген нөмір арқылы толық ақпарат біле аласыз. Саламатсыз. Иман досым. Осы уақытқа дейін барлық жерде кондиционер қояды деп жазылды, айтылды ғой. Иә. Қазір Бибігүл ханым осы магазиннің иесі. Кондиционер құлаған жоқ дейді. Ол келген кезде кондиционер құлап жатыр, кірпіш құлаған дейді. Ол кондиционер алдында құлағанда анау бүкіл ана крыша бәрі құлап, кондиционер мына жақта жатты, мына жақта бір кондиционер, екі кондиционер құлап жатты. Біз өзімізде есіміз шығып кетті. Ал енді скорыйге былай тұрыңыздар дегенде біз кетіп қалдық. Қай жерде болды негізі оқиға? Мынау міне кондиционерларды көріп тұрсыңдар ғой, міне құлаған кондиционер қай жағынан екенін білмейміз біз, шын айтқанда. Жерімізді жауып, в общем-то, біраз ұрысып сондай болдық. Мына бір екі ортада. Скоройды кім шақырды? Скоройды менің қызым шақырыпты. Мен өйткен скорой деп айғайлағанда қызым шақырыпты. Скоройдың келгенін сіз көрдіңіз ба? Көрдім. Сол кезде скорой келді ғой. Қанша адам жарақаттанып еді? Екі адам басында жарақаттанды. Скорой келгенде жаңағы скоройдағым тағы біреу, сосын анау күйеуін звондап қай уақытта шақырғанын білмеймін. Лично екі адам ғана жарақаттанды. Қазір бұқаралық ақпарат құралдарында жаңағы қайтыс болған марқұм қызға кондиционер құлады деді. Білмеймін, кірпіш құлады кондиционер до этого құлап, мұн жағында жатқан. Енді именно мен өйткен олар кіріп кетіндер дегенде біз кетіп қалдық қой. Кетіп қалғаннан кейін оған не құлағанын білмеймін, но ол жерде кондиционер құласа ол вообще сол жерден асмет кететін еді. Как-то кірпіш басына құлады. Мына қоңыр кірпіш құлады ма сонда сіздің ойыңызша? Наверное, енді білмеймін ғой. Енді мына жақтан өздерін қараңдар, мен точно білмеймін ғой. Біраз кірпіш құлаған. Олар бірақ ана қыз өте бір не қыз екен, енді батыр деуге де болады. Ардақты ағайын, біз Астана қаласындамыз. Тура осы проходта 8 қараша күні мына фасад құлайды, 2-3 адам жарақаттанады және дүкеннің иесі жедел жәрдем қызметін шақырады. Естеріңізде болса, 23 жасар Ұлдана Мырзуан атты фельдшер қыз осында келіп, өзінің жұмысын жасап жатқан кезде кондиционер төбесінен құлады деген ақпарат тараған болатын. Қазір енді бұл жерде жауып тастаған, бірақ дүкеннің иелері айтып жатыр, 20 жыл бойы дәл осы жер ашық тұрған, проход болған дейді. Енді дүкен иесінің сөзінше кондиционер емес, дәл осы фасадтың біреуі құлаған дейді. Ал енді бұқаралық ақпарат құралдарында кондиционер құлаған деген ақпарат тарап жатыр. Қазір енді менің қасымда марқұмның күйеуі және осы істі алған Мейірман Шекеев бар. Мәке, сіз енді полиция департаментіне кіріп шықтыңыз ғой, иә? Кіріп шықтық. Қазіргі таңда дәл сіз айтқандай ол жақтадағы ақпарат бойынша кондиционер құлаған. Бір қызығы, бірақ кондиционер акиматтың адамдары өтеді деп басқа жаққа алып кеткен дейді. Тергеуші ол жаққа барып кондиционер таба алмай қойған. Ал қазір біз дүкеннің иесі айтып отыр ғой, ол қыз келген кезде кондиционер құлап жатқан, кірпіш құлаған деп отыр. Неге онда ақпарат бұрмаланып таратылуы мүмкін? Ол жағын неге керек ол? Ол жағы бізге түсініксіз. Кондиционер десе, кондиционерді орнатқан адамның кім екенін анықтай алмай жатыр. Және ол қай кезде анықтаған, оған кім кінәлі? Қазір кінәлі тұлға жоқ. Осы іс бойынша әзірге кінәлі тұлға жоқ. Ал егер мысалы кірпіш құлаған болатын болса, оны анықтауға болады. Өйткені құрылыс компаниясы болсын, одан кейін ОСИ дейді қабылдап алған азаматтар осы кірпіштің бағанағы несіне жауап беру керек.
Жақсы, мен сізден сұрақ алайыншы, иманды болсын, иман саламатты болсын. Қазір тергеу әрекеттеріне көңіліңіз толып жатыр ма? Енді 8 қарашадан бері 1 ай уақыт өтті. Бізге енді кімнің кінәлі екенін әлі таппаған, әрине біздің көңілімізді толтырмайды. Біз білгіміз келеді, біз әділдік талап етеміз. Андай ұзақ созылып кеткенін де қаламаймыз, тезірек біткенін қалаймыз. Бірақ енді тергеуші өзінің жұмысын жасап жатыр. Бізде оған сұрақтарымыз жоқ, тек тездетуін ғана сұрай аламыз. Көңіліміз толмайды әрине. Енді қоғамда резонанс болғаннан кейін Тоқаев ерлігі үшін медалін берді. Одан кейін прокуратурада бұл істі біздің мән-жайда болады деді. Қазір енді сіз күмән тудырып отырсыз ба кейбір әрекеттерге? Мен әрекеттерге күмән тудырып отқан, неге кондиционер, именно сол құлаған кондиционер жоқ болып кетті. Қазіргі менде сұрақ осы болып тұр. Бізде енді адамдардың ең бірінші келген күні айтқан ақпарат пен қазіргі беріп жатқан ақпараттары мүлдем сәйкес келмейтіні маған өте қатты қызық болып тұр. Нақты айтыңызшы, қандай ақпарат сәйкес келмейді? Ең бірінші келген күні бізге осы жерде болған, осы жерде болған ер азаматтардың бүкілі, жаңа менің әйелімді шығаруға көмектескен азаматтардың бүкілін айтуы бойынша аға басында кондиционер жатты. Аяғынан сүйреп тартқан кезімізде өте ауыр болып кондиционер қалып қойды сол жерде деді. Енді қазіргі жаңағы мынау магазиннің, дүкеннің иесінің айтуы бойынша кондиционеріміз кірпіш құлап жатыр дейді. Неге ол адамдар осындай 1 ай уақыт өтті ровно. 8 қарашадан бері 8 декабрьге дейін 1 ай уақыт өтті. 1 ай уақыттың ішінде неге ол аяқ асты кондиционер кірпішке айналып кетті? Жақсы, бұл істе сіз жәбірленушісіз ғой. Мен жәбірленуші. Ал күдікті бар ма? Әзірге күдікті жоқ. Бұл жерде тағы бір айтып кететін нәрсе, ДЧС дейді ма, МЧС-ке бірінші солар келу керек. Оларға 29-да келіп не түскен, хабарлама түскен дейді. Олардың өздерінің берген ақпараттарына сәйкес 10:34-те ме сонда келді деп жатыр. Уақыттары сәйкес келмейді. Яғни бірінші кезгенде МЧС келу керек еді. Олар максимум 10 минутта жетіп келу керек болған. Ал бағана айттым ғой, Ұлдана бұл жаққа шыққан кезде МЧС-ке звондаған, 10:29-да звондаған. Ұлдана хабарласқан ба? Иә. Өйткені скорыйға түседі, дүкеннің иесі хабарласады. Жоқ, протокол бойынша бірінші жедел жәрдем келе ме, әлде МЧС келе ме? Дүкеннің иесі білмеген ғой кімге хабарласуды. Ол скорыйға хабарласқаннан кейін скорый міндетті түрде МЧС-ке, ДЧС-ке хабарласады. Ол хабарлама берілген, 10:29-да берілген деп тұр. Олар өздерінің берген ақпараттарына сәйкес, олар 10:34-те хабарласты. Бір сұрақ қойыңызшы, МЧС келген кезде Ұлдананың үстіне жаңағы әлгі зат құлады ма, әлде МЧС-тің көзінше құлаған ба? МЧС келмей жатып құлаған. Сонда МЧС келіп екі апатқа куәгер болған ғой, иә? Солай болды. Жақсы, енді қазір сізді бүкіл қазақ елі көріп отыр. Не айтқыңыз келеді? Осы істің әділ жүргенін талап етем. Одан басқа ешқандай бір сұрағым жоқ. Келіп жатқан сіздерге рахметім, қолдап жатқан қазақ еліне рахметімді, алғысымды білдірем. 8 қарашадан бері қазіргі күнге дейін қолдаулар жазып жатқанына алғысым шексіз. Менде енді осы халық назарында болса екен, тек әділдік осы халық арасында жоқ болып кетпей, ерлігі ел есінде жүрсе екен деген ғана бір сұрақ, бір өтінішім бар. Сіз өзіңіз қандай қызметтесіз? Мен дәрігермін, реабилитологпын. Үйленгендеріңізге жақында болыпты ғой, 24 қараша күні, 24 октябрь күні үйлендік. 24 октябрь күні үйлендік. 2 апта ғана болды ғой, сол 8 ноябрьде үйленгенімізге екеуміздің. Ұлдана қай жақтың қызы еді? Астананың қызы ма? Жоқ, Шымкентте Үтіртөбе деген ауылдікі, Жетісай ауданы. Сол жақтың тумасы. Сол жақтан алып келген болатынбыз. 20 октябрь күні, 24 күні тойымызды жасадық. 28-29-дан бастап осы Байқоңыр районының жедел жәрдем станциясына жұмысқа шыққан болатын. Фельдшер болып жұмыс істеп жүргеніне де көп болмапты ғой? Жоқ, көп болды. Біраз болды ма? 2021-ден бастап жасап жатыр. 2021-ден бастап 4-5 жылға кетіп жатқан есі ғой. Айлығы қанша еді осы қызметте? Енді статистикаға сенетін болсақ, жаңа сұраған бойынша 200 арасында. Сондай арасында табады. Сіз құрбысыз ба? Кімнің? Ұлдананың туған әпкесісіз ба? Иман саламатты болсын. Сіздер қашан естідіңіздер бұл хабарды?
Біз больницаға түскеннен кейін маған әділеттің өзі хабарлап айтты. Сенген жоқпыз, Ұлдананың басына осындай түсіп кетті деп маған хабарлап айтты. Барғаннан кейін уже реанимацияда болды. Жағдай өте ауыр. Тек операцияға кетіп бара жатқан кезде көрдік. Ұлдананы тану мүмкін емес. Басында, бет әлпетінде қатты отек болды. Бұл жерде жаңағы протоколға сүйенетін болсақ, 102 келу керек, 102-дан кейін 112 келу керек, содан кейін барып 103 келу керек. Бірақ бұл жерде самый соңынан келген 102 келіп тұр. Бірақ ол бірінші, бұл жерде наоборот болып тұр. Бұл жерде біздің қазір қатаң тергеу бойынша қатаң тергеуге алуы 102, 112, 102 келді. Келгеннен кейін олар резк әрекет жасаған жоқ. Келді, видео бақылауларды да көрсе болады. 112 может сол кезде келіп резк әрекет жасағандарынан кейін ол машинаның парковкасымен туда-суда жүрмегенде, может менің 1 секунд, 1 минутта менің бауырым аман қалуы мүмкін еді. Ол жерде 112 резк әрекет жасаған жоқ. Олар бір машинаны парковкаға қою үшін машинаны артқа, алға қарай машинаны жүрді, машинамен бірге. Сол полный сотрудниктің бәрі. Мен 112-де сол именно 10-шы частьтағы, именно сол кезде вызовқа келген сотрудниктердің бәрін қатаң тергелуін және де әділ болуын қалаймын. Тек қана сол, басқа біздің не претензиямыз жоқ. Қазіргі таңда Ұлдананың ерлігі үшін деген медаль берілді ғой. Медаль берілгеннен кейін оның бізге әкім болсын, зам әкім болсын, ол медаль неге жарайды? Бізге анық айтқан жоқ. Бізге жан-жақтан журналистер нелер хабарласып жатыр, не көмек берді, не берді деп. Бізге нақты өкімет тарапынан әлі производственный травмаға әлі ешқандай көмек болған жоқ. Біз әлі ол тергелу үстінде біз әлі ештеңке білмейміз, қанша қалай болады. Ол медальді кім табыстады сіздерге? Бізге министр табыстады, Әлназаровтың өзі табыстаған жоқ. Денсаулық сақтау министрлігінің сол жақтан бір сотрудник келіп табыстады. Кімге табыстады? Анасына, мамама табыстады. Анасы оңтүстікте ма, Шымкентте ма? Жоқ, сол кезде шығаратын кезде осында болды ғой. Сол кезде мамама табыстады. Осы жақта қызды жерледік, осы жақта өзінің енді 2 апта болса да өз жұртына кетті ғой. Өз жұртына кеткеннен кейін біз өз жұртына жерледік осы жақта, Қосшыда. Оны біз өзіміздің жұртымызға алып кеткен жоқпыз. Мамам соны қалады, үлкендер ақылдасып солай шешті. Біз тек қана жаңағы бұл жерде тергелмей жатқан, ештеңке әрекет жасалмай жатқан 102 мен 112-ні қатты бақылауға алса екен деймін. Өмірі өрт басталса да, жаңағындай қандай әрекет болса да ең соңында келеді. Тергеу барысында айтылды бізге. МЧСтер оны шығарған жоқ, обычный гражданский адамдар шығарды деп. Ұлдананы аяғынан сүйреп, может сол аяғынан сүйреген кезде басындағы жарақаты оның қатты одан бетер нет кеткен шығар. Ұлғайып кеткен шығар. Ұлғайып кеткен шығар. Может оны аяғынан сүйремей даққа көтеріп алғанда, может бізге врачтар айтты, как овощ сияқты болады. Как овощ сияқты болса да бауырым аман қалу мүмкін еді. Жақсы, әділет, сізге сұрақ қойыншы. Ұлдана бұл жерге, яғни оқиға орнына жалғыз өзі келген жоқ қой, қасында әріптестері болды ма? Әріптестері болды. Әріптестері қандай көмек көрсетіпті? Оннан 38 кеткен кезінде бізде, жаңа айттым ғой, 20 секунд қана арасында. Бірінші бригада, Ұлданалардың бригадасына дейін келген скорый болады. Олар жаңағы болып жатқан ішке қарай кіріп кеткен. Ұлдана артынан жүгіріп кіреді. Второй көмекшісі, жаңағы артында көмекшісі болады ғой, артынан жүгіріп кірген. Ұлдананың жаңа болған адамдардың, фельдшерлердің айтуы бойынша, олар сол жақта болған адамдардың жаңағы нелерін успокаивать етіп көмектесіп жатқан. Ұлдана ар жақтан адамдар шығарған. Жаңа екінші әйел кісіні шығарған. 2 әйел кісіні шығарып, еркекті шығарам деген кезінде басына кондиционер құлаған дейді. Ал жаңағы көмектесіп жүрген көмекшісі басын бір рет былай қарай бір шыққан кезінде легкий фасад дейді ғой. Сол легкий фасад құлап, ол өзінің аяғымен скорый помощьтың жаңағы көлігіне дейін бара алған. Ұлдананың қасында бірге келген әріптестеріне ештеңе құлаған жоқ қой, бәрі сау ғой. Әріптестеріне
сол жаңа көмекшісіне фасад құлап тұр ғой. Жаңағы Фасад құлап өз аяғымен барған. Иә, ол біз 8 күні түссе, ұлдана реанимацияда жатты, ол понедельник күні, яғни 10 күні жаңа бірінші қалалық ауруханадан шығарылды. Жағдайы қалыпты қазір. Жаңа амбулаторный лечение дейміз ғой, біз үйде тұрғылықты өзінің мекен жайында ем қабылдап жатыр. Бізге қазір мен өзім дәрігер ретінде айтатын болсам, егер кірпіш құлайтын болса, мен 2018-ден бері осы қалалық ауруханада жаңа экстренный операционный блокта санитар болып бастап, медбрат болып, қазір дәрігерге дейін сол жақта өстім, сол жақтан көрдім да бүкілін. Егер кірпіш құлайтын болса, мен осы күнге дейін өтірік айтпасам 500-ден астам осындай жарақаттар падениені, жаңа несін түрлі жағдайларды көріп жатырмын да. Бір фасад адамның бас сүйегінің деформациясына алып келу мүмкін емес. Бір ғана кірпіш қана болатын болса. Ол әрі кетсе салмағы қанша этаждан құлағанның өзінде де ол ондай деформацияға алып келмейді. Мен әйелімнің бас сүйегінің егер жаңағы МРТ снимогын, КТ снимогын қарайтын болсаңыздар, деформациясы бір 200-300 килограмм зат құлаған секілді деформация болып кеткен. Не болуы мүмкін ол 200? Ол мен жаңа нақты айтып отырғаным ол кондиционер. Кондиционер жаңағы біздің физикамен бәріміз оқығанда жерге түсетін салмағы өзгереді ғой. Аспаннан жаңа салбырап түскен кезінде өзгереді салмағы. 60 килограмм тұратын салмақ ол жерге келгенше 200-300 килограмм болуы әбден мүмкін. Енді сол маңыздысы міне ұлданаға кондиционер құласа, қазір тергеуде ол кондиционер бар ма дәлел ретінде? Дәлел ретінде кондиционер таппай жатырмын. Бізде жаңа тергеушіміздің, жаңа заңгеріміздің айтуы бойынша Мейірман ағаның кондиционердің өзі жоқ. Акимат келеді деп алып тастаған, ол акиматқа қай жеріне кедергі болды ол кондиционер. Бізге қазір сұрақ осы. Егер осында үйінділер жатыр ғой, олар неге кедергі жасамай, именно мен әйеліме басына құлауы әбден ықтимал деген жаңағы не дейміз ғой? Орудие убийства дейміз ғой. Сол неге жоқ? Мәке, сізге сұрақ, сіз енді осы істі өзіңіздің бақылауыңызға алдыңыз ғой? Иә, мен өз өндірісіме алдым. Енді сұрақ, кондиционер қайда кетуі мүмкін? Және оның жоғалып кетуі әлде кімдерге тиімді ма? Оны енді нақты айта алмаймыз. Тиімді екені менде де ондай күмән бар. Себебі бізге айтуы бойынша кондиционерді акиматтан адамды жүреді деп жолдан алып қойыпты деді. Бірақ мен қазір байқап отырғанда бұл жерден ешқандай акимат өтіп жүрмейді, жолдың бойы емес. Қайда жоғалып кеткені бізге де қызық болып тұр. Ол бойынша қазір біз белгілі бір өтініш хаттар түсіреміз. Өйткені ол орудие преступления. Кондиционер дейтін болса, кондиционерге қатысты сараптама тағайындау үшін кондиционердің өзі жоқ. Қазір біз оқиға орнында тұрмыз. Мейірман мырза, әділет сіздерге ортақ сұрақ қояйыншы. Кондиционер қалай құлауы мүмкін? Сол күні қазір біз қарап отырмыз, жер сілкінбеген ештеме болмаған. Бұл жерде қарап отырсаңыз, бір емес, барлық кондиционер құлаған. Менің пайымдауымша, бұл кондиционердің төңірегінде тергеудің қажеті жоқ. Бұл кондиционер анау жоғарыда тұрған кірпіш кондиционерге құлағанда, мына жерде кірпіштің кондиционердің бәрін сол құлатқан. Сондықтан мына застройщик дейміз ғой, сол компанияны іздеу керек. Неге сапасыз құрылыс жүргізгені туралы. Ал тергеу ол застройщикті іздеп жатыр ма жалпы? Тергеу, иә, застройщиктерден жауап алып жатыр. Бірақ қазіргі басымдылық кондиционердің төңірегінде болып жатыр да, мен ойлаймын, ол дұрыс бағыт емес деп. Сондықтан мен қазір оған да сенімдім, кондиционер өзігінен құлаған жоқ. Оған ана жоғарыда кірпіштер ықпал етті де, кондиционер сонымен құлады. Бұны енді анықтау тек сараптаманың арқасында болады ғой? Иә. Мәке, осы кірпіштер құлауы мүмкін ба? Иә, осы кірпіштер құлауы мүмкін. Мен пайымдауымша, мына кірпіштер мына жерде тұрған сыртынан қызыл кірпіштер қапталады. Ол қызыл кірпіштің қалыңдығы көп, қалың емес. Мына қызыл кірпіш бірінші құлағандықтан мына қазір астына қалып қалған. Одан кейін мына үлкен кірпіштер құлаған. Ардақты ағайын, тұрғын үйдің құрылысына қарасаңыздар, сары кірпіштер, одан кейін ақ кірпіш бар, және үйдің алдына да құлаған. Сол құлаған кірпіштердің біреуі оқиға орнында әлі жатыр. Қазір мен сіздерге көрсетейін. Міне, дәл осы кірпіш. Бұл оқиға орнында жалғыз ғана кірпіш, бірақ мына жерде енді қаншама кірпіш бар, қараңыздар. Бұл жерде балалар жүреді, келіншектер өтеді. Тағы да дәл осындай қауіптің болмауына кім кепіл? Әділет марқұм ұлдана қызмет бабында қайтыс болды ғой, иман саламатты болсын. Қазір енді соған байланысты компенсация тағайындалды ма?
компенсация әлі тағайындалған жоқ. Ол бізде шыны керек оны пока сұрайтын да бір не болып жатқан жоқ. Уақыт болып жатқан жоқ. Ал суммасын қарбалас. айтты ма сіздерге? Суммасы бойынша мен қайнапама Ұлдананың туған әпкесіне айтылған 6-7 миллион ғана. Бізде соған кішкене бір не пайда болды. Наразылық пайда болды. Сонда адам өлімі 6-7 миллионға ғана бағаланады ма деген. Ол өзінің жұмысына адалдығымен, ол жай бүйтіп өтіп бара жатса екен мейлі. Өз жұмысына деген адалдығымен келіп осындай болып жатыр ғой. Егер ол жұмыста болмаса бұндай болмайтын да ма еді деген секілді. Осы мәселені сіз заңгерге айттыңыз ба? Мейірман аға айтылды, иә. Айтылды бүкілі. Соған Сол бойынша да жұмыстар атқарылады, иә? жұмыстар атқарылады деді. Қымбатты достар, тамыз айында күйеуі Ұлданаға дәл осы көлікті алып берген. Біз қазір Ұлдананың көлігіндеміз. Әділет, анау тұрған ойыншық туралы айтып бердің ғой. Сол туралы айтып бере аласың ба тағы да? 8 күні сағат 9:50 мен 10 шамасында маған фотосын жібереді осы қонжықтың. Ұлдана, иә? Иә, маған коллегам дейді, Плотникова Наталья ма, фамилиясын білем, атын толық білмеймін. Сол кісі берген екен. Жаңағы өзінің сестренкасы бар, қатты жақсы көретін, әдемі деген. Соны сол суббота күні маған сен жұмыста болған кезінде әдемі мен қасымда қонсыншы деп өзі сөйтіп айтып, осыны соған берем деп маған хабарласқан болатын. Хабарласқанында мақтанайын деп едім ғой, маған осындай сыйлықтар сыйлайды деп. Маған әр жаңағы кіріп шыққан выжықтан кейін беріп жатқан шоколадтарын, соның бүкіл суреттерін жіберіп отыратын. Міне жан маған наны берді деп. Және бұл Ұлдананың сізге жазған соңғы хабарламасы ғой, иә? Маған жазған соңғы хабарлама, соңғы суреті маған жіберілген. Мен оны жаңағы 62-ші борт машинасынан жаңағы водителінен барып сұрап алып, осыны алдым. Соңғы естелік ретінде маған бересіздер ме деп алып кеттім. Соған қарап кішкене осынан жылулық сезінемін сондай. Әділет, сен бір жазба көріп қалдым. Сіз жаздыңыз ба білмеймін. Бірақ Ұлдананың қазасынан менің әйелімнен контент жасамаңыздаршы деп жазыпсыз. Оны өзім жаздым. Кім контент жасап жүр? Блогерлар ма әлде кімдер? Атын атап айтпай ақ қояйын, ол блогерлерден мейлі ғой, ол блогерлер олардың жасап жатқаны маған ауыр тимейді. Ал туысқандардың жасап жатқаны ол қатты ауыр тиеді да. Менің туысқандарым болса да, Ұлдананың өзінің туысқандары болса да салып, бір андай Ұлдананың туылған кезінен бастап қасында жүрген адам секілді салып жатқан бейне жазбалары жаңағыдай TikTok желісінде маған өте көп жіберіліп жатыр. Сен әйелінің кімі болып келеді деген секілді сұрақтармен. Содан кейін ол жариялауға тура келінген жазба болатын. Өйткені айтады ғой, тренд қуалап кетті просто. Алды да мен әйелімді центр хайпа қылып, подписчик жинау үшін, басқа қылу үшін, лайк жинау үшін сондай ретінде пайдаланып кеткеннен кейін сол жазба жарияланды. Жақсы. Мынандай сұрақ қойыңызшы, Әділет. Ұлдана қайтыс болғаннан кейін өзге Қазақстанның аумақтарынан фельдшерлар өздерінің жалпы өкпе назарын айтып шықты ғой. Соны видеоларды көрген шығарсыз. Иә. Одан кейін сол фельдшерлармен сіз өзіңіз байланыс орната алдыңыз ба? Сізге тікелей хабарласқандар болды ма арасында? Алматы облысына хабарласқандар болды. Ол Ұлдана қайтыс болғаннан кейін емес, мынау кеше болды ғой, Алматы облысында қайғылы оқиға. Жол көлік апаты. Иә, жол көлік апаты. 23 жастағы мен әйеліммен жасты фельдшер. Сол кісі қайтыс болғаннан кейін оның артында бала шағасы бар екен. 4 ай ғана болған екен. Осы жұмысқа шыққанына декреттен кейін, қателеспесем, содан кейін маған Алматы облысынан бір фельдшер звондады. Атын ұмытып тұрмын, қателеспесем. Әділет, осындай болып жатыр. Қазір осындай резонанс көтеріліп жатқаннан кейін фельдшерлердің алып жатқан айлығы мен осы көрсетіліп жатқан көмектерінің осындай бүкілін неге көтермейсіз, неге сіз айтпайсыз деген секілді не болып жатыр. Енді ол қаншалық дұрыс болатынын біз білмейміз ғой енді. Айту керек па, ол айту керек емес пе. Бірақ негізі бізде 101, 102, 103 деген секілді
жаңағы не номерлерді бекерден бекер берілген жоқ қой. Неге біздің Қазақстан халқы қандай жағдай болса да бірінші 103-ке хабарласады. Неге 102-ге хабарласпайды? Протокол бойынша бәрін айтатыны протокол бойынша неге жұмыс жасамайды дейді. Протокол бойынша жұмыс жасайтын болса неге 102? Біз аяғымыз тайып кетіп кішкене болса Астана қаласында тайып кетіп бір жерге отырып қалайға бір 2 минут көп болады шығар 2 минуттың өзі. Біздің нелер жетіп келеді. Жаңағы жедел уәкілдеріміз, жаңағы полицейскийлеріміз жетіп келеді де бізге саусың ба, мас емессің бе деген секілді сұрақ қояды. Неге сол құлаған уақытта 102 неге келген жоқ? Оцепление периметрі неге жасалған жоқ? Неге осы бір көшенің өзінде 10 шақты патрульный полиция жүреді? Неге солар келіп сондай шараларын жасаған жоқ деген секілді сұрақтарды неге көтермеске, неге солай? Мысалы 103-ке хабарлама келді ма, егер біз күтетін болсақ, мен өзім дәрігер ретінде айтатын болсам, бізге неше түрлі науқастар келеді приемный покойға. Оны бүкілін айта беретін болсақ, мысалы ножевой ранениемен келген адамды мен жаңағы полицейскийлерді күтіп отыратын болсам, ол сол жерде қансырап өліп кетеді ғой. Неге Ұлдананы андай наоборот кінәлап жатыр деген нелерде келіп жатыр. Ұлдана күту керек еді деп. Сонда адамдардың өлгенін күтіп отыру керек пе мен әйелім? Келген фельдшердің кез келгені сонда адамдардың қансырап өлгенін, жаңа кірпіштің астында жатып жаңағындай өкпесі қысылып өлгенін сон бүкілін қарап отыру керек па? Бірақ сол кезде барған 2 бригада олар күтіп отырған, Ұлдана шыдамай кіріп кетті ма, қалай болды? Жоқ. Олай болмаған. Бірінші келген 20 секунд қана арасы. Бірінші келген жаңағы скорый көлігі 39, ровно 39 еткенде келсе, 39-20 секунд кеткен кезде екінші уже біздің Ұлдананың несі келеді, скорый машинасы келеді. 20 секунд қана ғой арасы. Олар уже кіріп кеткеннен кейін Ұлдана түсіп арттарынан кіреді. Ұлдана ғана кіріп жатқан жоқ ол жерде. 4 адамның, 4 фельдшердің 4-еуі де кіреді. Сол моментте енді именно Ол кезде полицияда жоқ, МЧС-та жоқ, оқиға орнында? Полицияда МЧС-те жоқ. Тек тұрғындармен скорый бригадасы ғана. Жақсы, түсінікті. Рахмет. Ұлдана Мырзуан қызмет еткен 103 жедел жәрдем подстанция мекемесіне келдік. Мақсатымыз марқұмның еңбек шарты мен сақтандыру бойынша құжаттарын алу. Құжат рәсімделіп жатқан тұста кабинетке мекеме заңгері келді. Ұлдана 23 жасында оқиға орнында, яғни қызмет бабында қайтыс болды ғой. Мемлекеттен қандай да бір, яғни сіздердің мекемеден компенсация тағайындала ма? Ол бойынша қайғыңызға ортақпыз, ол еліміздің қайғысы. Дәл қазір мен ол ақпарат бойынша ешқандай пікір білдіре алмаймын, өйткені басшылық құрамы оны шешеді. Жоғарыда өз құзырлы органдар бар, өз құрам компетенциясында шешеді. Сол үшін. Ал негізі практика бойынша бұрын соңды Енді нелер болады ғой, жаңағы производственная травма егерде танылса, енді құзырлы органдар шешіп, комиссия жөнінде шешіп береді. Одан кейін уже қаралады ғой. Ол танылған ғой. Онда жоқ па? Жоқ, қазір енді танылса комиссия құрамдарға бізге келіп түскеннен кейін біз жібереміз ғой құзырлы, жаңағы страховой болса страховойға ары қарай өзінің алгоритмі бар, сол бойынша біз жұмыс жасаймыз. Мынандай ақпарат таралып жүр бұқаралық ақпарат құралдарында, яғни Ұлдана сол жерде жарақат алған кезде 102 қызметкерлер келеді ғой. Сол кезде енді ол да жәбірленуші болып танылады ғой. Сонда мынау скоройды атамауға, скоройды жазылмауға сондай бір тапсырмалар келіп түсті дейді. Осы ақпарат білесіз бе? Ол туралы ақпарат білмеймін, сондай пікір айта алмаймын ондай. Сағат 12:30-дан бастап мен больницада болдым, естіген уақыттан бастап. Бірге болдық та. 12:30-да біз еңбек инспекциясына хабар бердік. Еңбек инспекциясы. Бұл жалған ақпарат қой, Иә, бұл жалған ақпарат. Мен өзім лично сағат нешеде естідік? 11:20-да ма сол уақытта естідік. Левый беректе мен қызымды оқуға тастап, барғанша 12:30 болды. Әділет сол жерде болдым, мамаң бәрі. Ондай ешкімге хабарламасын, басқа қылмасын деген біздің тараптан лично жедел жәрдем станциясына ондай әңгіме болған жоқ. Жаңағы сосын неме құлады, ішінде балалар болды, тағы басқа. Біз ондай ақпаратты тоже ешкімге таратқан жоқпыз, потому что біз ол жерде болған жоқпыз. Біз оқиға орнына өзіміз бардық. Бірақ уже бәрі оцепление жасап сөйтіп қойған. Содан кейін біз енді еңбек инспекциясымен жұмыс істейміз тікелей, біз жаңағы жұмыс орнында болған жазатайым оқиға болғандықтан. Еңбек инспекциясының Исмагуловқа да мен хабар бердім. Сол оқиға болған уақыттан бастап.
жаңағы Мұрат Асқаровичқа да хабар бердім, инспекторға. Осындай жағдай бізде енді. Мен өзім 20 жыл жұмыс істеймін, мына жерде бізде мысалға бұндай нәрсе бірінші рет болды. Бірақ енді жұмыс барысында осындай жаңағындай қайғылы оқиға болды. Біреуі тяжелый больницада, екінші қыз жаңағы сотрясение алды. Ол да сол жерде больницада деп хабар берді. Барлық әлеуметтік ақпаратта кондиционер болады деп жазылып тұр, иә? Қазір мен сіздің мына құжаттан қарап отырмын, кірпіш құлады деп жазылып тұр. Қалай түсіндіресіз бұны? Енді потому что біз Екі рет кірпіш құлады деп жазылып тұр. Біз өзіміз оқиға болған орынға да бардық. Менің пайымдауымша кірпіш құлаған. Және сол жердегі дүкеннің иесі де айтты, кірпіш құлаған. Кондиционер ұлдана келген кезде ол құлап жатқан. Мына сіздердің құжаттарыңыздың қорытындысына сәйкес кірпіш құлаған деп тұр, қайта құлаған деп тұр. Неге екі түрлі ақпарат соны айта аласыз? біз енді кондиционер құлады деп біз ешкімге айтқан жоқпыз. Ондай біз ақпарат ештеме берген жоқпыз. Жақсы, мынандай сұрақ қояйыншы. Қандай негізге сүйене отырып сол жерде кірпіш деп айттыңыз? Сол жерде болған біздің басқа сотрудниктеріміз болды ғой. Сол жоқ, Елназ сөйлесе алмады ол кезде, потому что қайта сотрясение алған болғандықтан сөйлеуге шамасы жоқ. Дәрігерлер айтты, мазасын алмаңыздар. Одан бөлек жаңағы Сыздықова Ақтамақ екінші бригада. Екі бригада бірге кірген ғой негізі оқиға, оны екі бригада бірге кірген. Бірінші бригада жаңағы ұлданалар ары қарай кетіп қалғанда, енді арасы көпісі 1-2 метр жер ғой. Біз анау екінші пострадавшыға нетіп жатқанда екі қыздың шыңғырған дауысы естілді деді. Сосын соған. Содан кейін біз олардан сұрағанда, білмеймін, Кайырбековна кондиционердің құламаған, бірақ кірпіштер құлаған деді. Ал жаңағы кондиционер туралы біз ақпарат айтқан жоқпыз, бірақ ұлданадан бөлек тағы бір қыз жарақат алды ғой, фельдшер қыз. Иә. Оның жағдайы қалай, Ділназдың? Қазір енді әлі күнге дейін больницада, ол қыз сотрясение головного мозга алған, енді ода шоковый состояние ғой. В основном мен ойлаймын, сол енді шоктан әлі нете алмай жатыр. Арыла алмай жатыр, иә. Амбулаторный лечение. Бағана сіз айттыңыз, басқа бригада болдық, қыздар болды, иә? Солардан сіздер жауап алдыңыздар ма, түсініктемелері бар ма? Маған нақты анықтау керек, кірпіш құлады ма, кондиционер құлады ма? Өйткені тергеу қазір басқа бағытта жүріп жатқан сияқты, кондиционер артында. Солардың түсініктемелері бойынша мен түсінгенім кірпіш құлаған. Солай ғой? Енді сол жердегі бастапқы ең бірінші бірден енді хабарлама берген кезде қорытындысына қарап шығарып отырсыз, мен соны сұрап отырмын. Жаңағы адамдар деді ғой, біз осылай ақпарат бердік. Енді жақсы. До расследование ғой, бірінші мәліметтер ғой. Өйткені бізге уақытында хабар беру мақсат. Иә, маңызды. Иә, 8 күні біз суббота күні болғандықтан әлеуметтік желі WhatsApp арқылы хабар бердік. Одан кейін жаңағы 11 күні барды, кімге? Сол күні біз қолма-қол апарып бердік. Қағаздардың бәрі, құжаттардың бәрі. Жақсы. Бұл уақытта бәрі кондиционер деп жатқан кезде біз енді оның қасында болған жоқпыз, сондықтан біз кірпіш па, кондиционер ма жаза алмаймыз ғой. Сондықтан біз кірпіш құлаған деп өзіміз солай. Және оны сол жерде болған адамдар айтты ғой сіздерге, иә, кірпіш деп. Енді көбісі айтып жатыр, барған кезде кондиционер ол жерде қалай құлаған білмеймін дейді. Сол момент бастан аяқ былай есептегенде 2 минуттың ішінде болып тұр ғой бәрі. 2-ақ минут уақыттың ішінде. Соны енді Құдай сақтасын. Сол күнгі бригадада тек қана ұлдана ғана біледі, шыны керек. Байланыс телефондан бере аласыз ба? Өзім сұрайыншы. Рұқсат етсеңіз. Жоқ, оған өзінің жеке нөмірімізді бере алмаймыз. Жоқ, болмаса осы жерде жұмыс орнын беріңіз. Жоқ, олар Байқоңыр подстанциясында ғой. Байқоңыр подстанциясы. Жоқ, сол күні бригадаға кімдер кеткенін сіз білесіз ғой, жаңа 2 бригада болды ғой. Бір бригадада неше жедел жәрдем болады? Фельдшер? 2 фельдшер, 1 водитель. Сонда 6 адам ғой бас аяғы. Иә. Соның екеуі, біреуі қайтыс болды, біреуі жарақатпен үйінде. Значит, демек 4-еуі қызметте ғой әлі. Сол кісілерден біз жауап алу үшін олардың бізге, маған емес, мен жауап алмаймын, ресми өкілі әділеттің. Бұл енді тергеуге керек. Номер бар ма? Содан кейін хабарласқан жоқсыздар ма? Енді мен олардың жеке нөмірін жоқ, жеке нөмір емес, жеке нөмір. Мен оны өзім жақсы. Жақсы. Бізге кім болғаны туралы несін берсеңіз болды, аты жөнін берсеңіз болды. Кезде бізге дискісінде неизвестный адам деп бізге сол дискісін берді ғой. Сол бірінші городскойда тіркеу бөлімінде ұлдананы үстінде киімі болса да ма? Үстіндегі киімі болса да енді формамен барады ғой, басына түскен жарақат болған. Жаңағы фельдшер Ақтамақ уже 20 жыл жұмыс істеген кісі ғой, ол айтып тұр. Мен ана кісіге қараған жоқпын, сразу ұлдананы көрдім. Иә, оны білем, ұлдананы алып кеткен. Между жилыми домами бірінші адам. Неизвестная женщина азиатской внешности, около 40-45 лет.
диагноз зачем-то мозговая кома бәлен түген. Одан кейін екінші пациент Мырзуан Ұлдана қалдырған қызы. Міне біздің ақпарат. Ол ешкім ол жерге өйтіп апарған жоқ. Бізге вот первый городскойдікі Первый Иә. городской алып барған Иә. кезінде Потому что бірінші пациент жоқ сіздерге алып барған кезде сіздердікі может сіздерге сондай ақпарат Иә. барған шығар, ал біз ар жақта первый городскойда ондай емес. тем более Ұлдананы танымайды. Полицияны айтасың ба? Жоқ первый городскойға енді нелер алып барады ғой, алып барған кезде Жоқ, мен былай тіркеу түсіндірейінші, міне бөлімінде- оқиға орын алады, Иә. сосын жедел жәрдем қызметкері тағы келеді ғой Ұлдананы алып кету үшін. Иә. Солар ма неизвестный деп тіркеген? Жоқ первый городской больница. Ақнұр, Ұлданамен сіз туған бауырсыз ғой, Иә. араларыңыз неше жас? 5 жас. Ұлдана таяуда ғана тұрмысқа шықты ғой, Иә. ұзату қашан болып еді? 20 октябрьде болды. Қай жерде болды? Өзіміздің Қара Шаңырақта ауылда. Ол қай өңір? Оңтүстік Қазақстан, Жетісай қаласы, Үтіртөбе ауылында болды. Өзінің Қара Шаңырағында ұзаттық Ұлдананы. Ұзатуға біраз дайындалды. Өзі сол отпускқа шығып, ауылға барып, әке-шешем қасында дем алып, сол жақта мамасының, папасының қасында жатты. Өзі жақында ғана машина алған болаттығын, жаңа сіздер мініп келдіңіздер ғой неге? Иә. Сол машинасын жақында ғана алған болатын өзі. Сол қуанышымен өзі ауылға мініп барған. Мынау үкі Ұлдананың ұзатуындағы үкі ма? Иә, Ұлдананың орамалындағы үкісі Ұлдананы таққан келін болып түскендегі. Ұлдана неше жылдан бері жедел жәрдем қызметінде жұмыс істейді? Оқуды бітіре салып жұмысқа кірген, 2021-ден бастап осы салада жұмыс істейді. Осы жедел жәрдемде не қызмет болса да барлығына қатысатын. Даже жедел жәрдем ханшайымы деген жедел жәрдемде неше түрлі конкурстар болады ғой. 8 мартқа қарсы, осы жаңа жыл қарсаңында барлығына қатысатын тұғын. Ешқандай соларға қатысып, екінші орын, бірінші орын алған кездерде болған. Енді бүкіл жедел жәрдем қызметкерлері Ұлдананы танитын шығар. Ештеңеден қалмайтын. Сабағы болсын, сабағынан да үш жерде жұмыс істейтін Ұлдана. Үш жерде сол жедел жәрдемде? Негізі официальный жұмысы осы жедел жәрдемде. Бірақ қосымша менің жекеменшік балабақшаларында жаңағы мобилограф СМН болып жұмыс жасайтын. Жұмыстан тыс уақытта ол бір күн істеп, бір күн демалып, суткаға шығатын кездерінде бос уақытысында барып, сол СМН болып жұмыс жасайтын, жатпайтын. Ал Ұлдана осы Астана қаласында тұрды ма? Иә, менімен бірге тұрдық, екеуміз бірге тұрдық. Менен кейінгі апасы бар, сол үйде, екі үйде жүретін. Ал қайда оқыды? Даналық колледжінде оқыды. Осы Астана қаласында? Иә, Астанада Даналық колледжінде оқыды. Қызылға бітірді. Ешқандай сабақтан қалмайтын, оқып жүріп, таңертең обед бір 3-ке дейін сабағы болса, 3-тен сағат 4-тен кешкі сағат 10-ға дейін, ол кезде Катон деген магазин болатын, оқып жүріп, өзі сол жерде өзінің несін, ақшасын өзі төлеген сабағының. Бізге ешқандай ауыртпашылық салмаған. Ақнұр, осы мәселе көтерілген кезде фельдшерлардың жалақысы туралы да айтылып қалды ғой. Ақнұр кімнің, Ұлдананың жалақысы қанша еді, білетін бедіңіз? Иә, 221 мың теңге алатын. 221 мың осы Евразийский банкке түсетін. Сол Евразийский банкке жалақысы түскен кезде менен кейінгі бауыры бар, барлығымызды алып, баняға, киноға көп баратын тұғымыз. Киноға алып баратын, айлығымызды киноға жүріңдер, киноға барайықшы деп. Айлығына шағымданған кездері болды ма? Болатын, иә, андай не алмайтын бұлар, жаңағы. Праздниктерде, например, алады ғой? Премия. Оларды бұлар алмайтын. Қысқарт тастай беретін, осы аламыз ба, алмаймыз ба, білмеймін деп жүретін. Алмайтын. Отпускной тоже дұрыс түспейтін, дұрыс есептемеді деп. Недовольный болды. Осы тойдан алдын отпускқа шықты ғой ол. Сол кезде тоже отпускнойын дұрыс есептемепті деп недовольный болып сол кезде жүрген. Қазір енді жалпы Ұлдананың ата-анасы сол Жетісайда тұрады ғой? Иә, Жетісайда тұрады. Жетісайда мамам жұмыс істейді, ағылшын тілі мұғалімі болып. Енді ауылда ешкім жоқ. Бауырым Атарда жұмыс жасайды, Атарда военный болып.
бірақ біз ол атар осы жақтан шақырту келіп қойған атарға, бірақ атарда сотрудниктер жетіспеушілігіне байланысты оны осында жібермей жатыр. Ол жақта енді біз оны жалғыз бауырымызды тоже ол жақта қалдыра алмаймыз. Ауыстырса ауыстырып үлгерді, ауыстырмаса енді жұмыстан өз еркімен шығады. Болашақта әкем мен шешем осы жаққа келеді, өзімізбен бірге барлығымыз осы Астанада боламыз. Енді бауырымды осы жаққа жерледі ғой, ұлдананы осы жаққа өзінің келін болып, мен өз үйім бақыттымын, мамамен бақытты болып, өзімнің отбасымды таптым. Енді әділеттің семьясына ырза болып, ырзашылығын айтып, менің отбасы деген осындай болады екен ғой мама, өзім отбасымды таптым, сенен басқа тағы да әділеттің мамасын мама десем бола ма деп, өзінің қуанышында шек болған жоқ ұлданан. Әділетпен қалай таныстың? Әділеттер екеуі бірге группалас, екеуі бірге оқыған. Екеуі 2017-ден бастап екеуі бірін-бірін таниды. Бірінші курстан бері екеуі жүрген, араға уақыт салып енді ұрсып қалып, қайтып татуласып жүрген екеуі. Соңында енді қосылдым дегенде осындай жағдай болып тұр. Ал негізгі той қай кезде болды? Негізгі үлкен той 24 октябрь болды бала жақта. Ұлдана өзінің жаңағы тойына ешкім кимеген әділет көйлекті алып берді, жаңағы фотосессиясын, өлеңін, менің жекеменшік жаңағы садигім ішінде вальске екеуі билеп, вальске дайындалып, екеуі біраз дайындалды. Сол тойындағы ешқандай видеосын, жаңағы өзі реанимацияда жатқанда бізге мобилограф өзінің тойындағы түскен жаңағы видеоларын, фотоальбомын жіберді. Даже фотоальбомын өзі көріп үлгерген жоқ. Тойының, қыз ұзатуының ештеңесін өзі сол комада жатқан кезде бізге сол келді. Сол 8-іне түссе, 9-10-на қарай бізге жіберді. Сіздер өздеріңіз көріп бір жылап алдыңыздар ма? Біз тойдың суретін көрдік, әлі той жаңағы үлкен тойдың ұзатудыкін, жаңағы ненікін әлі көрген жоқпыз, көре алмай жатырмыз. Әділет қазір енді Мирман мырза кіріп, керек құжаттардың барлығын алды. Енді қазір қазақ елі барлығы сені көріп отыр, бақылап отыр. Не айтқың келеді? Тергеу ісінің әділ өткенін аппарат президенті өзінің қадағалауына алған, прокуратура өзінің қадағалауына алған, басынан аяқ әділ өткенін, кінәлілерді табылуын және ер есімі ел есінде қалуы, әйелімнің жасалған ерлігі, өжеттілігі, өзінің қайсарлығымен адамдарға көмектесемін дегені халық аузында батыр қыз ретінде қалуын қалаймын. Ардақты ағайын, енді біз әділеттің әрбір сөзіне қосыламыз. Бұл енді жалғыз әділеттің қайғысы емес, күллі қазақ елінің қайғысы. Және фельдшер қыз өзінің қызмет бабында жарақат алған кезде күллі қазақ елі дұғада болды. Одан кейін араға 10 күн салып бақилық болғанын естідік. Және осы сәтте фельдшерлардың табанды еңбегін бағалауымызды сұраймыз. Оны бағалайтын әлбетте ең әуелі денсаулық сақтау министрлігі, одан кейін үкімет. Өйткені бұл мамандар 24/7 ең алғашқы жедел жәрдем қызметі болғаннан кейін оқиға орнына бірінші барады. Және ол оқиға орнында кімнің кездесетіні, жау ма, қас па, дос па, дұшпан ба қарамайды, бәріне бірдей, ешкімді алаламай көмек көрсетеді. Және осы бір сәт туындаған кезде өзге Қазақстанның региондарынан басқа фельдшерлерде біздің жалақымызды көтеру мақсатында сөз қозғағаныз деп бізге түрлі видеолар жолдаған болатын. Және сабақтан сәтімен жалпы ең әуелі осы фельдшерларды бағалау үшін біз олардың жалақысын көтеруді қолға алуымыз керекпіз. Осыны біздің мәжілісте, сенатта отырған депутаттар назарға алса деймін. Бұл іс енді Мирман Шекеевтің жіті бақылауында болады. Мирман мырза, енді ары қарай біз халық және әділет сізге сенеміз. Рахмет. Сенімді ақтаймыз деп ойлаймыз. Бұл жерде жалғыз әділеттің ғана емес, бүкіл фельдшер қызметкерлерінің мәселесін белгілі бір деңгейге жеткіземіз деп ойлаймыз. Өйткені азаматтар мысалға қиналған кезде жедел жәрдем шақырады, жедел жәрдемдер олар қиналған кезде ешкім көмектесе алмай қалады екен.
сондықтан бұларға тиісті жалақы және жұмыстарында ешқандай қауіп болмайтындай жағдайлар жасалу керек деп санаймын. Осыған депутаттарды және денсаулық сақтау министрлігі де тезірек араласуын талап етеміз. Соңғы айтар сөзіміз, жедел жәрдемде жұмыс жасайтын қарындасымыз бақилық болған тұста, оның тергеуі де, соты да жедел болуы тиіс.